Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз итальяндық фетучини пастасын жасайтын боламыз. Бұл тағамды мен өзім жарты сағатта дайындадым. Ол үшін бізге шампиньон керек болады. Сыртқы қабығын ашып, осылай ортасынан бөліп турайсыз, және тауықтың төс етін соломка ретінде турайсыз, және сыр мен чеснок керек болады. Ең алдымен табада шампиньондарды қызартып қуырып алыңыз. Қуырылып жатқан кезде газдың басқа көзіне кастрөлмен су қоя салыңыз. Ол суға біз қазір фетучини макаронын қайнатып алатын боламыз. Енді табамызға қуырмалайтын майыңызды құйып, тауықтың төс етін қуырып аласыз. Қызарып қоңырласа бастаған кезде шым-шым тұз қосасыз, және қызыл бұрыш пен қара бұрышты өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Араластырып, тағы кішкене 1-2 минут қуырасыз. Бөлек тарелкаға салып қоя тұрыңыз. Бұны біз қазір ең соңында қосатын боламыз. Ары қарай енді осы табамыздың үстіне сары майыңызды салып, сары майыңыз ери бастаған кезде 1 немесе 2 чеснокты майдалап турайсыз, немесе осындай пресстен өткізіп салсаңыз да болады. Чеснокпен қоса 2 қасық ұнды саласыз. Екеуін қуырып, осылай құрғақталып бір-біріне жапса бастаған кезде сүтті біртіндеп отыра құйып, және лопатка немесе венчикпен араластырасыз. Осылай барлығы еріп болғаннан кейін үстіне специяларыңызды қосасыз. Менде базилик және орегано, және 1 чай қасық тұзыңызды қосасыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін сырымызды қосамыз. Сырымызды тағы бір рет араластырасыз. Енді бағана қуырып алған тауықтың төс етін салыңыз. Тағы бір рет араластырып, шампиньондарыңызды саласыз, және тағы да араластырасыз. Енді бағана қайнап тұрған суымызға фетучини макаронын 3-4 минут қайнатып пісіріп аласыз да табамызға қосамыз. Осымен біздің пастамыз дайын. Дастарханға ұсынсаңыз болады. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, және подписация батырмасын басып, менің каналымды жоғалтып алмаңыз.